Лабораториялық жұмыс бізде ағылшын тілде, сіздерге видеоны жазып қойдым, бірақ та қазақша кішкене түсіндіріп жібергім келеді сайт жайлы. Әрқашанда сайт жасамас бұрын біз оның структурасын білу керекпіз, қандай болады деп. Егер де сіздер өздеріңіз үшін жасайтын болсаңыздар, сіз ақ қағаз алу керексіз. Біздің ақ қағазымыз болады Paint. Мысалы, сіздерге берсін ақ қағаз, то есть сіздің сайтыңыз болсын, былай айтқанда. Мынау сізде сайт болады, мысалы. Мынау сізде сайт болады. И сіз білу керексіз, қай жерде меню болатын, қай жерде сайт-бар болатын, и қай жерде основной контент, и подвал. Мүмкін кейбіреулерде сайт-бар екі жақтан болады, кейбіреулерде бір жақтан ғана болады. Көп жағдайда ескі деуге болмайды енді. Қолданып келе жатқан көп сайттарда ең үстінде шапка болады. Соңғы кезде мен шапканы көріп жүрген жоқпын сайттарда. Жаңа сайттарда көбі шапканы қолданбайды. Кішкентай ғана бір жол ғана жібереді. Сіздерге қалай ыңғайлы. Одан кейін кейбіреулерінде болады мына жерде меню болуы мүмкін, немесе болуы мүмкін меню мына жерде болады. Екі жақта болады. Сіздер өздеріңіз көру керексіз, осындай Paint-ты немесе Photoshop-ты ашасыздар да құрастырасыздар. Мысалы, біздің жағдайда қарапайым болсын. Біздің жағдайда мына жерде меню болсын. Мына жерде болсын бізде сайт-бар болсын, былай айтқанда. Былай алайық, кішкене. Дұрыс болады осылай. Шапка, меню, сайт-бар және де подвал кетеді. Подвал немесе футо дейді. Содан кейін мына жерде основной контент болады. Мына жерде мысалы информация береді әртүрлі. Осындай бізге құрастыру керекпіз. Конструктор былай айтқанда қолдануға болады. Ол бірінші таблица дейді, table арқылы, екінші div арқылы. Айырмашылығы қандай? Таблица дегеніміз қарапайым кесте ретінде алуға болады. То есть row и count. То есть строка, столбец. Былай айтқанда. То есть кесте беріледі сіздерге. Мысалы, мынау бізде кесте болсын. Былай айтқанда, бұл кестелерден тұрады. И осы кесте, мысалы, қалай түсіндірсем сіздерге. Осындай кесте берілетін болса, мынау кестені, мынаны сіздер біріктіресіздер. То есть мына жолды біріктіреміз, мына жолды біріктіреміз, мынау жол сол қалпында қалады, и мына жолды біріктіреміз. Түсіндік па осы жағдайда? Бізге беріледі екі баған, бір жол, екі жол, үш жол, төрт жол беріледі. Төрт жол беріледі. Оның бірінші жолын біріктіреміз. Жазықтық бойынша горизонтально. Екінші жолды біріктіреміз. Үшінші сол қалпында қалады, төртіншіні біріктіреміз. Сонда бізде мынандай сайт пайда болады. Енді нақты іске көшейік. Көп жағдайда редактор бар. Редактор, то есть сіздерге мен блокнот арқылы түсіндірдім, нотпад арқылы. Нотпад қолдануға болады. Немесе Atom деген программа бар, тоже жақсы. Содан кейін Sublime TXT3 деген бағдарлама бар. Бағдарлама дегенде ол блокноттың бір түрі, блокноттың дамытылған түрі деп атауға болады. Артықшылықтар өте көп. Мұнда настройкаларды жасадым. Мен ол туралы айтпаймын сіздерге. Керек болса, оны интернеттен іздеп табуға болады. Ең бірінші бізге HTML-ді енгізу керекпіз. Ол үшін мен леп белгісін қоямын. Содан кейін менен кішкене қателік кетті. Мен бұны сақтау керекпін. Файл, сохранить как, save as. И мен емес, бізге рабочий столға жұмыс століне жаңа папка ашу керекпін. Файл, ол болсын сайт 2. Ашамын. И файлдың атын сақтау керекпін. Мысалы болады index.html. Әрқашанда ең бірінші папканың есімі индекс деп жазу керекпіз. Егер де мысалы браузер арқылы ашқан кезде ол индекс деген папканы іздейтін болады. Индекстен басқа папкаларға ссылка беріледі өту үшін. Сохранить. Уже бізде index.html болды. Енді леп белгісін белгілеймін и капслоктың түсіндіргісін басамын.
То есть бізде автоматтық түрде HTML структурасын көрсетеді. Ол бізде дегеніміз HTML тілінде ленч язык тілі ағылшын дейді, бізге мен руға ауыстырамын оны. Содан кейін UTF-8 ол ағылшын тілінде, орыс тілде, егер де қателеспесем, латиница, кириллицаны қолдана алады сайт. Сізде мүмкін кездеседі, мүмкін кездеспемедіңіздер. Көп жағдайда мысалы қазақша немесе орысша енгізілсе сайтқа информация, онда болады квадратиктер, ромбиктер шығып қалады. То есть тіл жазылған көрсетілмей қалады. Ол бізде қате болғандікі. Бізде UTF-8 және Windows 10-14 қателеспесем болуға тиісті. Оны қолданылады, қазір көп жағдайда UTF-ті қолданылады. Содан кейін title, имя документ, то есть сайттың аты мына жерде көрсетеді. Қазір біз былай істейік. Бізде түсінікті. Жабамыз, то есть свернуть етеміз. Сайт 2 міне бізде бар. Ашамыз. И жаңа қарастырылған біздің папкамыз. Егер де мен документ ашатын болсам браузерда, алдындағы индекс HTML-ді, онда бізде мынандай парақ пайда болады. То есть біздің парағымыз бар деген сөз, бірақ онда ешқандай информация жоқ деген сөз. Мына бізде title. Егер де мен тайтылды өзгертетін болсам, көрсеңіздер природа деген сөзді, табиғат деген сөзді енгіземіз. Содан кейін біз браузерымызға барамыз. Көріп тұрсақ, природа деген сөз жазылды. Енді header ол бізде шапкасы болып келеді. Келесі бізде body. Body дегеніміз денесі болып келеді. Алдында айтқандай бізде кесте арқылы жазуға болады, және де div арқылы жазуға болады. Мен кесте арқылы жазып көрсетейін, өйткені ол кішкене қарапайымдау болып келеді. Table бізге ашты. Мен барлығын жазғым келіп тұрған жоқ, шын айтсам. Мен барамда браузерға барам и жай ғана жүктей саламын. Дайынды. Міне бізге дайын таблица беріпті. Table. Border это бізде сызат. Линия, границасын сызат. Қоямыз. Мен жерде сақтамаймын, ол өзі автоматически сақтап отырады. То есть менде уже настройка бар. Егер де сіз жаңадан жүктейтін болсаңыздар, онда сізде настройкада болмауы мүмкін. То есть мынандай шықты бізде. Таблица размер обуви дейді. Енді бізге осыны жөндеу керекпіз. Бұл біздің нақты былай айтқанда сайтымыз болады, размер обуви емес. Мынаны біз өшіріп тастаймыз. Естеріңізде болса, бізде болды Paint-қа кететін болсақ. Paint-ымыз қайда? Paint-қа кететін болсақ, бізде мынандай сайт болу керек. Шапка, меню, сайт-бар, контент, то есть информация шығатын, и подвал. То есть бізде болады 2 колонна, 1, 2, 3, 4 жол болады. Бірінші бізге 2 колонна қалдыру керекпіз. Россия, Великобритания екеуі қалады деген сөз. Содан кейін мынаны біз өшіріп тастаймыз. Артық бізге ол керек емес. Өшірген кезде тегтерді байқап отырыңыздар. Тег жайлы айтып кететін болсақ, одинарный и двойные деген бар. Парный, непарный дейді былай айтқанда. Мынау бізде парный болып келеді. Мысалы, тег ашылады, алдында слэш тұрса, тег жабылады деген сөз. Одинарный тегке мен мынаны жатқызуға болады. То есть ашылды, ол жабылмайды. Содан кейін BR деген бар. BR это бізде астына түсетін, шын айтайын есімде жоқ қалғандары. Біз осыны міне, бізде бір жол, то есть мынау жол, мынау жолдағы 2 колонна деген сөз. Көрсетіп жүйеге бір жауапты міне. Осы бізге керек болып тұрды. Енді қайтадан көшеміз. Және де мынаны копировать етеміз. Копировать. Содан кейін ставить. Копировать, ставить. Жолды бағанды қосу керек. Есімде жоқ. Шын айтайын, қосуға болады. Так, таблица. Содан кейін жазамын. Объединить ячейки HTML. Мына сайт ең жақсы HTML book.ru деген. И бізге көрсететін нақты. Міне,
Мен осылай жаздым, бірақ та менікі қабылданған жоқ. Жақсы, көрейік. Мүмкін мен екі биіктікті жібергесін шығар. Түсінбей қалғаны. Екіге кетті. Содан кейін кетеді. Бізге бірінші жолды мына екеуін қосып жіберу керек. Ол үшін тегке барамыз. И мына жерден қараймыз. Бұл бізге ескіміз, мына жаңамыз. Міне, бірінші ячейка бізде қосылып тұр. Міне, columns пен екі ячейканы қосады деген сөз. Біріктіремін, копировать. Көріп тұрсаңыздар, екінші ячейка сыртқа кетіп қойды. Сондықтан оны өшіріп отыру керек. Қазір түсіндіріп жіберемін. Мысалы, Россия бізде бір ячейка тұрады, значит, Великобритания автоматически бізге керек болмайды. Көреміз. Біздің природамызға барып көрсеңіздер, міне. Содан кейін бізге керек Россия астында пробел қоямыз, Великобританияны алып тастаймыз. Содан кейін бізге мында керек. Бұл бізде меню болды. Меню. Меню. Header. Header. Қателеспесем, header болуға тиісті. Мынау footer. Footer мен қате жаздым. Оны білу үшін қате жазғанды мен индекске көшемін да. Мына жерден қарай салам. Посмотреть код. Footer. Менде болды. Footer. Қате жазатын дұрыс. То есть кодты қабығы болады, оны болашақта түсіндіремін, ол не үшін керек екенін. Содан кейін мында обновление жасайтын болсақ, Великобритания бізге шығып кетті. Керек емес та ол. Менде бір жыл қателеспесем артық болып қалды. Ол үшін кодқа барамыз тағы да. Великобритания міне тұр. Менюдің маңайында алып тастаймын. Және де мына жерде тегті міне ашылды, жабылды, значит, полностью тегті алып тастау керек деген сөз. Мына жерде бізде сайт бар болады. Сайт бар. Ағылшынша жазу керек оны. Контент болады. Футер, подвал. Обновлять етеміз. Бізде осындай пайда болды, көріп тұрғандай. Енді биіктікті аламыз. Биіктік. Биіктік алған кезде мынаны көреміз уже. Өйткені header. Менікін оқымайды, өйткені мен тілді ауыстырған жоқпын. Header. Значит, маған керек болсын 50 пиксель. Мына жерде пиксельде болған ыңғайлы болады. Немесе процентпен алуға ыңғайлы болады. 50 пиксель болды. Егер де біз үлкейтетін болсақ, шын айтқанда қазір сіздерге нақты түсіну керек, егер де сіздер HTML, PHP мен то есть веб-сайтпен қызықсаңыздар, бірақ та ойлансаңыздар әлі бастау керек пе, керек емес пе деп. И бұл бізде основасы болып келеді. Егер де сіздер үлкен проект жазатын болсаңыздар, бұлай жазбайсыздар. Бұл тек қана базовая основа или для обучения деген сияқты. Міне 50 болды. То есть бұл тек қана түсіну үшін ғана керек. Бұндайды ешқай жерде қазіргі кезде қолданбайды. Жақсы, бізде түсінікті болды шапкасымен. Енді бізге керек меню. Менюда түсінікті болды енді деп ойлаймын. Header'ны копировать етеміз. И қоямыз. Келесі 50 болсын, 50 бола берсін. Сайдбар бізде кіші болу керек. Ол бізде мынау болады. W. То есть процентпен болады алдында айтқандай. Бұл жағдайда көп жағдайда процентпен алады. Болсын бізде 30%. 30% болсын. 30%-ы мынау бізде болады 60, то есть 70% болады. Мынау қалған бөлігі болады. Менде сөз көріп кетті, значит, менде қате кетті. Көрсеңіздер, менде қате кетті, өйткені мен тырнақшаны алған жоқпын. Тырнақшаны қою керекпін. Мына жерде бізде 70% болады. Тексерсек,
шықты міне 30%, 70%. Мына жерде 50, мына жерде 50, мына жерде 50. Футоға көп жағдайда жазады. Защита копирайтинга деген қателеспесем жазуға тиісті. Ну, C белгісі болады, и анда нешінші жылғы екен сайт шыққан, и оны копировать етуге болмайды деген сияқты жазады. Немесе автор туралы жазуға болады. Но фотоны көп жағдайда былай айтқанда қолданбайды. Ең бастысы бізге контент и сайт-барда керек болады. Жақсы, хедерға көп жағдайда бізде фотоны енгізеді. Алдында айтып өткендей CSS-ке кіре алмаймыз, сондықтан біз сразу осы жерден енгіземіз. Қателеспесем EMG көйік істейме екен. Менде істемей тұр. EMG оқығысы келмейді, өйткені тектің ішінде EMG түсінді. Тек қана енді осыны копировать етеміз. Мен қателесіп кеттім. Тектің ішін емес, қателеспесем сыртына болуға тиісті. EMG, енді оған біз одинарный тег, то есть бір тег болып келеді, и оған мен беру керекпін жолда. Көріп тұрсаңыздар, міне мынандай шығады, тоже бұл настройкасында бар. Мен қазір аламын да, то есть осы папканың ішінде қандай документ бар, соған ссылка береді. То есть мұнда index.html ғана бар. Мен барамын интернетке и жүктеймін алдындағыдай фотоларды. Алдынағыдай лақтырамыз. Бірінші фото бізде мынау. Оны header демей қояйын, мен body салайын. Болсын 2, болсын 3, и болсын 4. Мынау бізде керек емес. Енді біздің мақсатымыз қайтарып көшеміз, и мына жерде басамыз. Сол кезде бізде міне фотолар шығады, қайсысын жүктеуге болады деген. Бастық, и және де оған біз мынаны есептейміз, керек емес қолданып қазірше. Ширина, высота, то есть ені мен ұзындығын жазу керекпіз. Егер де біз 100-де 100 деп жазатын болсақ, онда бізде ол үлкейіп кетеді. Давайте қазіргі кезде біз өз размерін шығарғанын көрейік. Шығаруға тиісті өз размері бойынша. Обновлять етсек, өз размері, бұл фотоның өз размері. Өкінішке орай, ол размер өте үлкен болып тұр бізге. Сондықтан бізге оның размерін келтіру үшін бізге біз жоғарын тек қана оған 50 ғана бере аламыз. Жазам, копировать етем, жоғары 50 дейміз, и және де ширина ені былай айтқанда 100% ғана бере аламыз. То есть бізде сайтымыз адаптивный болады былай айтқанда. Кішкене әдемі болмай қалды. Көріп тұрсаңыздар, міне фотомыз ешқайда кесіліп қалмайды. То есть мына жерден мен алып тастаймын мына сөзді, және де 100-ден мен көтерейін оны 150-ге дейін кішкене фото үшін. Обновлять етеміз. Бізде мынандай болды. Жақсы, енді менюларға көшеміз. Меню бізде қашанда белгісімен басталады. Дегеніміз ол бізде ссылканың мағынасын білдіреді. Бізге шығады. Бізге дәт бірінші, екінші, үшінші, төртінші дейді. Бізге жаңа бет керек, сондықтан біз оны жаза алмаймыз әзірше. Копировать, ставить. Үшу ғана болсын, жақсы жеткілікті әзірше. Келесі бізге сайт-бар. Сайт-барға не жазсақ? Сайт-барға кез келген информация бере салайық болды.
Көп жағдайда сайдбарға менюді жібереді, немесе под меню жібереді, то есть менюдің ішінде орналасқан кішкентай менюді жібереді. Заказчиктарға байланысты немесе сіздің ойыңызға байланысты болады, не керек сізге. Текстті жібереміз және де природа дедім ғой мен, тақырыпты өзгертуге көкшетау деп. И көріп тұрсаңыздар бізде Көкшетауды шықты. Көкшетау жайлы информация. Жақсы, қазір бізге менюді істеу керекпіз. Менюді жасау үшін фото бірінші болады, содан кейін болсын пробел стик, фотоны үлкен әріппен жазайық. Фото 1, фото 2, фото 3 болсын. Бірінші, екінші, үшінші. Содан кейін болсын, бұл бізде текстіміз болып келеді. Келесі енді ссылка жіберу керекпіз. Алдындағыдай мен жеке-жеке жасамаймын, тек қана мынаны копировать, ставить деймін. Копировать, ставить деген кезде мынаны мен 1 деп жазам. Болады copy paste 2 және де 3. Бізде лабораториялық жұмыс жасаған кезде ең ыңғайлы жағдай қылып істеді. Шапканы бір папкаға енгізді, сайтпады екінші папка және де фотоны үшінші папкаға енгізді жеке-жеке. Ол негізінде дұрыс істелінеді, бірақ та ондай істегенде көбі PHP мен жұмыс істейді. HTML мен тек қана верстовка істейді. Верстовка деген ол сіз не көресіз, ол соны істейді. То есть бірінші бет, екінші бет. Генерация бет, оны көп жағдайда HTML мен жұмыс істейді. Сондықтан мен бұл жерде алдындағыдай жеке-жеке папкаға шығармаймын, бір папкаларды копировать етіп салып отырмын. Содан кейін алдында айтып кеткендей барлығын біз жүктейміз өзіміздің папкамызға және де индекс HTML жақсы бірінші бет бос болатында. Екінші контейнер дегенге барамыз и жазамыз img. Енді кішкене қате болып кетті. Бұл қате болмауы тиісті. img үлкен кіші әріп ролленуға тиісті. Өйткені маған img мынандай ссылканы берген жоқ. Жақсы, img бірінші фото дейміз. И оның фотоның размерін жазу керек маған. Егер де мен 100-100 деп жазатын болсам, ол өте үлкен болып кетеді. Сондықтан мен жазамын мынаның размері және де белгілі бір пиксель берейін. Пиксель емес, процентпен бере салайын. H высота болсын 70% жеткілікті деп ойлаймын мен. Әзірше қас көреміз. Пайыз. Бұл бізде бірінші болып келеді. Saved менюға, то есть мұнда жазамыз бізде HTML дейміз. Енді көрейік не болды екен бізде. Обновлять етеміз. Фото 1, фото 2, фото 3 болды. Фотоны 1-ді бассам, менде мынандай шығады. То есть 70% жан-жақтан. Егер де мен 100% қойып көрейін енді не болады екен. Егер де мен оған айтсам, маған 100% мен беріңіз деп. 100%. То есть толық бетке сиді, я? Бізде бірінші фото емес, бізге екінші фотоны алу керекпіз ғой. И сол жағдайда бізде бір фотомыз ұшып кетеді. Өйткені оның расширениесі басқаша болды. Сондықтан мен оны өшіріп тастағам кезінде. Біздің колесомыз пайда болды. Жақсы, осыны дублировать ету керек болды. То есть мынаны көшіреміз. Копировать, екіншіге қоямыз. Екіншіміз қайда? Бұл бізде контейнер, бұл бізде шапка. Содан кейін тағы бір нәрсені түсіндіріп жүрейін қас. Мына бізде контейнер 3. Фото бұл. И 4. Кішкене бізде фотомен цифрлар ауысып кетті. 4. Егер де сізге расширение басқа келетін болса, кішкене ыңғайсыз болады. Ыңғайсыз болады дегенде, мына жерде тек қана өзгертесіз болды. PNG, там веб деген келеді расширение тағы да.
Мен басқаға лақтырдым. My site. Қателесіп, мен ескі неге лақтырып жібердім. Лақтырамын мұнда. Жазам оған 4 деймін. Расширениесі бірдей, сондықтан бізде 4 бар ма сонда? Мен қай жерде қателестім? Мен ешқай жерде қателескен жоқпын, мұнда 4-ші бар деп тұр. Тексерейік. Природа. Қателік бар. Біріншіде екінші фотоны шақырамыз. Екіншіде үшінші фотоны шақыру керекпіз. Қателік мұнда кетті онда. Мені басқа бетке ауыстырмай тұр. Екінші бетке ауыстырамыз. И үшінші бетке мені ауыстыр деймін. Үшінші бетте бізде 4-ші болып тұр. Барлығы дұрыс болуға тиісті. Ctrl 5-ті басамыз, обновление болады. Ctrl 5, то есть жай F5-ті бассаңыз обновление болады. Ctrl F5-ті бассаңыз тағы обновление болады, но там кішкене более тереңірек обновляться етіледі. Кейбір жағдайда Ctrl 5 обновляться етпеуі мүмкін. Бірінші дұрыс, екінші. Көріп тұрғаныңыздай, екіншіні бассақ, то есть біріншіні бастық, қателік мына жерде. Мына жерде көшеміз, бізге артқа жібермей тұр. Міне, қателік қайда кетті. 1 дейміз бірде, 2-де бізде 2 болады, 3-те бізде 3 болады. Және де бұл видеоның мақсаты әрине тек қана сіздермен HTML мен таныстыру болып келеді. Қазіргі кезде программа тілін қалай жазамыз деген. Бірақ та былай жазған әрине кішкене дұрыс деп айта алмаймын. Енді тексеріп көрейік не болады екен. Обновляем. 2-ге көшеміз, шықты бізде. Көшеміз 3-ге, бізде шықты. Сіздердің лабораторияларыңызға өтейік. Онда кішкене көбірек информация берілген. Фонт. Цвета. Текст. Красный цвета. Мысалы, бізге түсті өзгерту керек болса, біз жерін копировать етеміз. Ссылку штоға келеміз, қоямыз. Расширеміз. Ctrl-X и мына жерге дейін. Ctrl-V. Тек ашылды, тек жабылды. F5. Мен өзгерту енгізіп жатырмын 3-ші бетке. Әрине қателесіп жатырмын. Міне 3-ші бетте қызыл енгізілді. Содан кейін не бар тағы да бізде? Background. Егер де background'ды қарайтын болсақ, задний фон background. Міне background. Белый. Желтый. Егер де дұрыс оқысам әрине. Бізге келесі көшеміз 3-ші бетте тұра берсін. Содан кейін көшеміз бодиға. Жақта обновляем, то есть артыңыз сарғайды. Тағаны бар. Сіздер отыру керексіздер, кішкене 1-2-3 сағат бір керек. Жұмсау керексіздер. Кім HTML-ді жаңадан біліп жатыр, оларға кішкене көбірек уақыт жұмсау керек болады. Мен сіздерге көрсеткендей фотолар. Рахмет назарларыңызға.